Сәлем баршаңызға. Бүгін оңай әрі тез дайындалатын, құрамына нан қосылмайтын котлеталар дайындайтын боламыз. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, алда көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен тауықтың төс етін майдалап турап блендердің чашкасына саламыз. Етті блендермен немесе ет тартқышпен өткізсеңіз де болады. Алдымен етті майдалап аламыз. Картоп пен пиязды да майдалап турап, блендердің чашкасына саламыз. Қаласаңыз, оларды да ет тартқышпен өткізуге болады. Пиязды қолмен де майдалап турауға болады, ал картопты үккіштен өткізуге болады. Балалар пиязды ұнатпағандықтан осылай көзге көрінбейтін етіп, блендермен езіп аламын. Суын шығарып езудің қажеті жоқ, тек қана ұсақ болса болғаны. Барлығын бір мискаға салып, үстінен тұз, қара бұрыш және де жұмыртқа қосып, жақсылап қолмен араластырамыз. Жақсылап араластырып алған соң, кішкене бөлігін алып, қайтадан табаға қарай ұрғылай бастаймыз. Сонда қолға жабыспайтын әрі сұйық емес масса шығады. Қолымызды сулап алып, котлета формасын жасаймыз және де панировочный сухариға аунатып аламыз. Қызып тұрған майда екі жағын қызарғанша 5 минуттай қуырып аламыз. Котлеттерімізді басқа ыдысқа салып аламыз. Майдағы артық заттарды шығарып тастап, сол табаға қайтадан котлеталарымызды салып шығамыз. Астына отты қайта қосып, кішкене су құямыз. Бетін жауып 10 минуттай бұқтырамыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.